жолдастар. Келін келді көріңдер, көрімдігін беріңдер. Келін көрем дегендер, қане маған еріңдер. Той түндігі ашылсын, құрт бауырсақ шашылсын. Бір-бірінен мына жұрт көрімдігін асырсын. Түсіп тұрған келіннің бетін ашып берейін. Айналдырма енеңді қол балаға келіншек. Ерте тұрып түндік аш, ерініп жатпа төсекте. Мезгілсіз келген ұйқыңды өзіңе жақын дос етпе. Өзің жата берің әй, тұсай жетіп пішетпе. Баршаңызға айтайын, өзегіңді өксетпе. Ай, бәрекелді. Ал, бісмілі, бісміләсіз қылма дейді ғой, мұсылман. Ал, олай болса, бісмілі деп тойымызды бастайық. Мынау енді сәлем берген саулық береді дейді, сәлемді алған қызығын көреді деген қалқыз ғой. Өмірінің мәнін той думан деп пайымдаған, күні бұрын дастарханын дайындаған, даладай дастарханы жайылмаса қонақ келемей қалама деп айымдаған, әлемнің ғажап елі қасиетті қазақ жұртшылығы. Ассалаумағалейкум, той құтты болсын. Тамаша, мынау айтады ғой, молдамен жолдас болсаң намазың қаза болмайды, ұрмен жолдас болсаң қазаның таза болмайды, ал жаманмен жолдас болсаң кесапат дед, жақсымен жолдас болсаң шарапат дед дейді. Ал енді шарапатым дейсін деп келіп отырған мінекей жалпы Отарбай балқы елі қош келдіңіздер, той құтты болсын деп қойсақ болады артақтағай. Ал енді келген қадамдарыңызға гүл бітсін, келген қадамдарыңызға нүр бітсін. Осында келіп отырған бүгінгі келіндеріңіздің құрсағына Қонайыптай, Шәмшідей ұл бітсін деп әмейін деп қоймаймыз ба? Алла қаласа осы келіндеріңіздің құрсағын текті сәбилер тепкілеп, сол текті сәбилердің тал бесігін таласып жүріп тербететін Алла тағала сол күнді де нәсіп етсін ардақтағайын. Ал енді жақсы сөз жарым ырыс қой, қырықтың бірі қыдыр, мыңның бірі уәли, біріміздікі болмаса біріміздікі қабыл болып қалады деп айтып жатқанымыз. Ал олай болса мен енді төрімізде төредей болып отырған мінекей үлкендеріміз бар. Жоғарыдан мен ортаға Кембай ағамды шақырайын, сол кісіге микрофонды берейін, тойдың ашық екенін жарияласын, әрі қарап бата беретін ақсақалымызға берсін бастап. Ассалаумағалейкум туысқандар, мынау бүгін Төлепбаевтар семьясында, Ерікбаевтар семьясында үлкен той. Мынау оның себебіші мынау Адайбек пенен Маржанжан мынау ұлына келін түсіріп, ата жолы менен мынау
келіннің беташар тойын істеп жатыр екен. Бәрлеріңізге құтты болсын. Қош келіпсіздер. Мынау үлкеннің батасын алам деп, оны ағайын туыстар жинап жатыр екен бүгін. Сосы алып жатқан баталар қабыл болсын. Мына тойымыз ашық деп жарылаймыз. Ішеп жеп отыра беріңіздер. Қазір мына тамақ болады, сәл мына жерде кешігіп жатыр. Бір-екі кемшіліктермен енді кешіресіздер енді. Той ашық. Ал, олай болса мінекей, Аллаға шүкір, Кембай ағамыз міне тойды бісмілләсін келтір мінекей ашық екенін айтып жатыр, Аллаға шүкір. Ал енді Аллаға шүкір міне Адайбек ағамыз міне өздеріңіздің алдарыңызға құстың үстінен басқасының барлығын қоюға тырысып мінекей алдарыңызға барын үйіп, төгіп, ағылып, сөгіліп өздеріңіздің алдарыңызда зыр жүгіріп жүр. Ал енді бұл кісіге де той құтты болсын деп қояйық мінекей. Ең бастысы мінекей қосылып жатқан қос құлындар бақытты болсын, бастары айналмасын, бастары айналса тек қана бақыттан ғана айналып, шаңырақтары шайқалса тек қана шаттықтан ғана шайқалып, тең құрбысының алды болып әлемдегі барлық байтты мынау үшәрікке сейдіп қойған осы қос құлындарыңызға Алла тағалам бармақтай бақ нәсіп етсін деп қояйық. Ал енді тамаша тойымыз ашық, алыңыздар, ішіңіздер, жеңіздер. Той біткеннен соң қалғанын сарқыт қылып салып алып кетіңіздер. Мен енді әрі қарап бір кішкене ән жалғайын. Бола ма, Кембайға? Сізді бір ел басқарып, бизнес қылып, ұру басқарып жүрген кісісі ғой, бәрібір көз мен қасыма кеп қала бересіз. Отырбасаңыз жарасады. Ал кеттік. Жібер, туған жер. Қаз болған көлі қандай, әр ауылға қанша рет барсам дағы, асыл еркем алдымнан жолығардай. Атырау мен Алтайым, ән жазу шашайын, сағындырған сарыға, барсам саған айсайын, барсам саған айсайын. Қасиетті Қаратау, асылтекті Алатау, жер жәннатты жетісің, туған жерім тамаша. Туған жерім тамаша. Асқақтаған қазақтың тауы қандай, сылдырлаған бұлағы тауы қандай, таудың суын тамсанып жұтқан адам, жан берерден сауығып айғардай. Атырау мен Алтайым, ән жазу шашайын, сағындырған сарыға, барсам саған айсайын, барсам саған айсайын. Қасиетті Қаратау, асылтекті Алатау, жер жәннатты жетісу, туған жерім тамаша. Туған жерім тамаша. Ай, апалар қайда шапалар? Ей, осылай отырайық та. Туған жерден аямай әнімізді, аяласын
мен алтайым әнін жазу шашайын сағындырған сарарға барсам саған ай сайын барсам саған ай сайын қасиетті қаратау асыл текті алатау жер жәннаты жетісу туған жерім тамаша туған жерім тамаша атырау мен алтайым әнін жазу шашайын сағындырған сарыға барсам саған ай сайын барсам саған ай сайын қасиетті қаратау асыл текті алатау жер жәннаты жетісу туған жерім тамаша туған жерім тамаша ей тамаша. Ай, бәрекелді, бір туған жерге барып қайтқандай болдық ау деп отырған кісілер болса, бір қошемет ұрып қояйық. Ал енді, ардақтағы ағайын, мінекей, бір ауыз сөз жауластырар екелді, бір ауыз сөз жақындатар бөтенді, бір ауыз сөз қыздырады шекең дейді қазақ. Ал олай болса мен енді бір ауыз сөзімен, мінекей, шын жүрегімен, етімен бір тамаша ақ тілек айтайын, осы Адайбек бауырым тойына келіп, төріне шығып мінекей алып келіп отырған сый сияпатым болса, сый сияпатымды беріп қояйын, шашуымды беріп қояйын деген кісілер болса, мен енді осы бетажардың басында той біткеннен соң емес, тойдың басында бір-екі ауыз сөз тілектеріңізді айтып, бір иықты қимылдатып, бір билеп келіп кетулеріңізді сұраймын. Басқа ештеңе сұрамайын. Бетажада ақша сұрауым мүмкін, кішкене онда да келіндің жаңағы көрімдік ретінде. Ал апалардан бар ма? Аталардан болса, мен енді сіздерге барайын. Енді сіздердің үлкен бастарыңызды, алтын бастарыңызды мен енді бері қарап шақырмай, өздеріңізден бір-екі кісі мінекей тілектеріңіз болса, жүрек жарды балдарға бір айтар сөздеріңізді айтып қояйық. Ассаламу алейкум. Алыс жақыннан келген ағайын туыстар, құда жекжат, жиен нағашылар. Бүгінгі мынау Ермекбаевтардың отбасы Адайбектің шаңырағында өткен қуаныш. Осы қуанышты бөлісе келуге келген адамдарыңызға гүл бітсін. Балдар бақытты болсын. Тікенде тоғылардың келегескен болсағазы берік болсын. Тойларың құтты болсын. Рахмет. Ал. Бойды көтеріп сөйлейікші бір битіп қарап тұр бе. Ассаламу алейкум. Мынау Айбек пен Маржан келіннің жақсы күніне жиналып жатқан ағайындар бәріңізге де құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Әрдайым бастарыңыз аманшылықта жақсы күнде қауышып тұрсын. Ерекең менен Рақия апамның балдарына, қыздарына құтты болсын айтам. Қуаныштарың ұзағынан болсын айтайын. Әмин, әмин. Ой. Міне, алдарыңызға да міне ыстықтаған тағам, міне палау келіп жатыр. Ой. Не деген асықсыздар, ей. Өзіңіз бір жақсылап хабарлайтын едік. Қойыңыздар, алдарыңызға алыңыздар, жақсылап бісмілләсін келдіріңіздер. Тілек айтатындар бар ма бір-екі ауыз? Кәнеки, олай болса, ал Айтас мейрамханасының арнайы сіздер үшін тағайындаған плов. Ой! Ал енді алыңыздар, алдарыңызға келген адаластан жақсылап алыңыздар. Сіздердің бойларыңызға күш қуат болсын. Қарынды тойғызып, көңілді бірлеп, иықты бұрып, беташарға көңіл бөлеміз сәлден соң. Алыңыздар, ішіңіздер, жеңіздер. Мен енді бір сіздер кішкене ас дәмінен алам дегенше бір-екі ауыз
әнімді айтайын. Жібер. Өзіңді аңсап өтеді көктем өтер күн, аңсаумен өткен өмірге мынау не етерміз. Көрсем деп шіркін іздеген әнге бір-бірін, көк аспандағы ай менен күндей жаным-ау менің жағыма таққан болмарсың, жабанда жалғыз шабынып жүрген шығарсың. Ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың, өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың, өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Көркемім сені көрсем де жақсы өзгеден, қиналдым соны айта алмай саған сөзбенен. Сен туған ауыл ел жұртың кеткен бағыңды, өзіңді күнде жүретін көріп көзбенен. Ап кеттік. Жаным-ау менің жағыма таққан тұмарсың, жапанда жалғыз шабығып жүрген шығарсың. Ұнарсың тағы бір көрген жанға ұнарсың, өмірде бір өзіме ғана сыңарсың. ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың, өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Жаным-ау менің жағыма таққан тұмарсың, жабанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың. Ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың, өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Ұнарсың талай көрген жанға ұнарсың, өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Ай, рахмет, тамаша. Ай. Вәліс ойнайым десе бітіп қаптым ба тағы? Мына кісінің өзі ау деймін вәліс ойнағып жүрген. Рахмет.
жаңа тойдың кегесі қайда өзі? Адайбек қайда? Бір Адайбекке қошемет тұрып қояйық. Келіңіз. Ой, тамаша. Келшегіңіз Маржан бет? Маржан. Маржан. Әлі адамдардың қарны тойған жоқ, білмеймін шабалы қорамайды. Ай, берекелді. Үлкендер бар, сәлем салып қойыңыз. Молодец, ал. Құтты болсын. Ауылға келіп жатқан келіндеріңіз құтты болсын. Мінекей, міне, ұлдарыңыз, құлындарыңыз, Аллаға шүкір, бір басы екеу болып жатыр. Мінекей, құлындарыңыз осы қол ұстасып, жүз жасап, бір-біріне ғашық болып, ғасыр жасауды сол келінменен Алла тағала сол күнде нәсіп етсін ең бастысы. Қартаймасын, сіздер қартаймаңыздар ең бастысы. Мінекей, бірінші бала, екінші бала үйленіп атқан. Бірінші, кәдімгідей белгілі болады өзі. Бірінші бала үйленіп отқандар кәдімгідей өз-өздерін жоғалтып, Адайбек бағанан бері білмеймін, дәптерін қайда қойған білмей жүгіріп жүр әйтеуір. Ана дәптерді алып, мына дәптерге жазып жатыр әйтеуір. Біресе маған айтады, дәптерсіз былай общий айта бер дейді. Біреу айтады, жоқ, Раушанбек, адамдардың атын айтпасаң, бір ақша салмай қалатын адамдар бар арасында дейді әйтеуір. Сондай бір әңгімелер кетіп жатыр. Сол үшін айналып кеп, ақыры сіздердің аттарыңызды айтатын болдық. Егер арасында айтылмай қалып жатса, 50% скидкамен келетсіздер, Құдай қаласа. Сол үшін атымыз аталмай қалсын деп тілеп отырыңыздар деймін. Ал, той құтты болсын сіздерге. Көңіл күй қалай, Маржан? Тамаша ма? Шота сізден ондай көңіл күй байқап тұрғаным жоқ. Бір қуанып жүрген бір ененің түрін байқап тұрғаным жоқ. Қобалып жүрсіз ба? Бұл қобалжудың бұл басы ғана, әлі бұл беташар ғана. Ертең құдалығы бар, үлкен тойы бар, анау грант қолға апарып 300 адам жасап, той жасай сөгөзде миллиондар кетеді әлі талай деп атқан ғой. Ал енді ең бастысы, қалтадан ақша кетсе, ақша кетсін, абырой кетпесін, балдарыңыз аман болсын. Ал бір қуанып жүрген бір енені бір көрейікші бір байқап. Бола ма? Бола ма? Қуанып жүрген бір енені көрейік бір байқап, билеп. Бұлай бір тойда, ой, тамаша. Кеттік па? Атаны көрейік қуанып жүрген. Ал Адайбек аға. Енді келін алдыңыздар, өйстіп тойдан тойға, балдарды тастап, келінге барлық нәрсені жүктеп, Құдай қаласа, өйстіп жүктарыңыз жазылмай, қол ұстасып, тек тойда осылай билеп жүресіздер. Баяғыдай үйге қайту керек жоқ. Енді келін бар, Аллаға шүкір, осы келіндеріңіз аяқ қолдарыңызда жылы суға малтып салып, кімнің келіні деген уақытта мінекей Адайбектің келіні, Маржанның келіні деген бір тамаша атаққа ие болатындай, елдің мінекей алдына да түсіп кетпей, артына да түсіп кетпей, ортасында тілділердің тілінен, көздердің көзінен сақ болып жүретін бір керемет келіндердің бірі бұсындап қояға. Ал енді менде осы жерде менің біраз подружкаларым бар осы. Жоғарда біраз кемпірлермен подружкамын. Осы кісілермен тойға, құдалыққа барсам, осы кісілермен қалжыңдасам әйтеуір. Сол кісілермен кәдімгідей бір подружка болып кеткен, бір тойда бір ән айтамыз әйтеуір, біреуміз домбырамен, біреуміз баянмен әйтеуір. Сол кісілердің арасынан біреу жарым болса, бір тілек айтатын, бір тойдан қалмайтын әжелеріміз бар, Құдайға шүкір. Үсті басына алтынды тағып алып, күмісті тағып алып, жарқырап, Құдайға шүкір, немере бар, бала бар, жағдай жетеді, Аллаға шүкір. Жүрген апаларымыз бар, осылардың арасынан бір келіңіздерші, бір тілек айтып, ортаға бір билеп. Бар ма? Ой, әне шықты. Жібер! Тойда әмме ойрасын, сәсін тұқсан қарамай жасқа. Ай-ай-ай, ойнарам күн басқа. Мода беріп келесен шашқа. Бүгін тойда әмме ойрасын, сәсін тұқсан қарамай жасқа. Аба, тұра тұрыңыз. Сізге бір подружка тауып берейін. Бар ма тағы? Кештен шықақта. Самдан бермедім, жүргедім қалай. Ал аба, бей қайда? Не қылып берейін басқа. Ауылыма кел дедің. Номерін сорасам да бермедің. Жүргедім қалай. Рахмет, күшті. Көбейіп отыр әне. Ана кемпір шыққанда мен шығамайын ба деп шығып атсыздар ғой.
Болмаса бағана бері ешқайсының үндемей атырадыңыздар мінекей. Мінекей, біреуі алтын, біреуі күміс болған мінекей. Айтылған тілегінің барлығы дұрыс қабыл болған мінекей. Аналарымыздан бір ауыз жүрегі жарды тілек алайық. Бірінші өзіңіз бастап келіп едіңіз, е? Кімді бастаймыз? Кіші оның үстіне мен Айбектің нағашысының кемпірімін. Айбек деп атсын, біздер бұны Айбек дейміз. Айбек, Маржан, айналайымна бүгінгі беріп жатқан тойларың құтты болсын, балдарың бақытты болсын, тойларың тойғаласа берсін. Үйлерінде тек той болсын, дендерің сау болсын, ағайын туыстарың мен жақын жұрттарың менен тек тойда жүріңдер. Қайын сіңірім болғанда менен бірақ жас үлкен еді. Осы тойды көрер еді. Оны Алла бұйыртпады. Мен өзім шығып отырғаным, менің қайын сіңірімнің балдары бізге туған жием Айбек. Сол жағынан мен қайын сіңірімнен микрофонды, менің жолым үлкен, нағашысының кемпірімін деп. Той қаласа берсін. Барлық Көнекбаевтар бар, құтты болсын айтам. Міне бар, сенің бірің дұрыс емес. Себебі бар ғой, менің атым Құдіретай, Астанадан келіп тұрмын. Мен Айбектің әкесі емес, бабасы Көнекбайдың құдашасымын. Көнекбай дұрыс, Көнекбай шүкір, той қыласын, әнекей. Көріп өткен жарықтарың, әнекей. Балдар бақытты болсын. Балдар оқып бітіріп келді. Таптырмайтын маман екеуі де. Осы сенің балдарың үйленіп, екеуі де маман болғанына біз әулетімізбенен қуаныштымыз. Мен ауылдан, Астанадан бүкіл бір әулеттің, Әуелбек базаның бала-шағасының сендерге сәлемін құтты болсын әкеп беремін. Балдарың бақытты болсын, әнекей. Дендері сау болсын. Біздің қолымызда енді. Келін менен баланы біз қолымызға аламыз. Biz ortamıza koşarız, әнекей. Oyunda mındır takıştı. Сәлем, құрметті бауырларым. Бүгін өте қуаныштымын. Бауырларым үйінде той болып жатыр. Бауырларым көбейіп жатыр. Осылардың өскені, өңгеніне өте қуаныштымын. Мен де Аяқұлықта туып өскен 5 класс оқығамын. Мен бұл балдардың өзін танымаймын, сыртта өстім. Бірақ бұлардың атасын, бабасын, әжелерін бәрін көрген бала кездегі есте қалады ғой, ұмытпайсың. Сол Аяқұлықтағы отарбайлар, сол кездегі үлкен кісілер бәрі есте. Осылардың өскені, өңгені, көбейгені сырттай тілектеспін, қуаныштымын. Бауырларым, тек осындай тойда кездесейік. Өсіңдер, өніңдер, ол қызды болып, немере шөбере сүйіп, солардың қызына бөленіп жүре беріңдер. Өте қуаныштымын. Ағамды осы жерде көріп тұрдым. Алла алдынан жарылқасын кеткен бауырларымды, қалғандар аман болсын. Тілектеспін, құтты болсын. Мен Аяқұлықта Байжан Тапал деген отарбай балқы болған. Соның немересімін. Дәмегөй деген қыпшақтың қызы әжем болған. Соның тәрбиесін алып өскенмін. Менің үйім қазір Аяқұлықтағы Нұғман атам үйін бәрі біледі ғой. Солардың көршісі едік. Шора менің әкемнің бөлесі болған. Кейін сол үйді Дәулетбек атаңа сатып кеткен. Одан кейін Дәулетбек атаның қызы Бақтыгүл тұратын еді сол жерде. Мен 64 жылы көшіп кеттім. Құдай қосып 96 жылы осы әйтеуір менің Құдай неғып 32 жылдан кейін туған жеріме барып Аяқұлықтағы қалған менің әкемді, әжемді білетін кісілерді, аталарым білетін кісілермен қауышып жүздесуге нәсіп етті. Аман болыңдар. Рахмет. Мынау қазір берем апама. Мынау ауылда бір кличкасын мен айтпасаң танымайды ғой. Шынымен, болмаса, кім еді ол қайсы деп. Енді кличка деген емен естен шығып кетті. Менің бабам әжеме ат қойып беретін еді. Етікші атам бар еді. Соның кемпірі ұзын кісі еді. Оны ұзын шешей деп айт деп. Сосын ана Зейнегүл әжем бар еді. Ол кісі қап-қара кісі еді. Оны қара шешей дейтін еді.
Одан кейін Оспан деген атамыз бар еді, оның кемпірі қып-қызыл кемпір еді. Оны қызыл шеше дейтін еді. Ал Карима деген әжем бар еді. Ол кісі аппақ кісі еді. Оны ақ шеше дейтін еді. Сол әжем айтқанын айтып, мен солардың бәрін солай атайтын едім. Рахмет, рахмет, Құдай. Біздерді қазір жұрт Теміртау не деп жүргенін білмеймін енді. Қандай Раушанбек деп жүргенін. Ал кеттік. Ассалаумағалейкум, жиналған қауым, тойшы қауым. Барлықтарыңызға осы той құтты болсын. Сонау Өзбекстаннан төрт бөпемді ертіп келіп отырмын. Той қоласын, Айбекжан, Маржанжан тойларың құтты болсын. Өмірлерің ұзақ болсын, балдарыңның қызығын көріп, айналайын Айбек пен Маржанның келін емес, бүкіл Көнекбаевтардың, нағашы жұрттың, бүкіл елдің келіні болсын. Дендері сау болсын, өзінен өзі өссін, өлсін, балдар бақытты болсын. Соның балдардың бақытына бөленіп жүре берейік. Мына жаңа Лиза апамның тұрған жерін айтпады ғой деп мен айтайын деп жатырмын, өзі айтып қойды. Мен еміс білем бала кезімнен сол жерде тұрғанын. Өзбекстаннан келіп тұрсыз ба? Ой, міне. Ауылдан келіп тұр, неге бір қошемет тұрып қоймаймыз? Ел асып, мінекей шекар асып. Келіп иіскелеп алыңыздар апамды. Ау үстінен жусанның иісі бұрқырап тұр. Рахмет, мархабат. Сіздер отыра беріңіздер, сізді алып қалайын. Келе қойыңыз. Қолында конверті бар, пакеті бар, кісілер жақсы көреміз, келіңіздер. Тойдың басында бір тойдың игесін, бір көңілін көтеріп қояйық. Жиналып отқан қауым, міне бұл менің нағашым Айбек, келін Маржан, тойларың құтты болсын, ендерің сау болсын, өмір жастардың бақ болсын, әрқашан қуанышта келейік. Мен жиемін, мен айтам шығын деп айтатын нағашылар қалған екен. Шыңтаймын, шыңдап кетім кетмін. Жаңа кемлеге қайтып шығын деп айтатын нағашым қалған жоқ бәрі. Айналайын балдар бақытты болсын, жастарымыз ақ болсын, әрқашан ойымыз Рахмет. Ал жеңге де бір қошемет тұрып қояйық, Ал енді, құрметті ағайын, алдарыңыздағы астан дәмнен алыңыздар, ішіңіздер, жеңіздер. Мынау енді қазір келінді ортаға шақырамыз, сол уақытта біріміз далаға темекі, біріміз Назыбай дегендей, әйтеуір бой жаспайдайық дегендей шығып кетпейік. Қазір келінен кіргізіп алып, келінің бетін ашып болғаннан соң общий батамызды, келінің батасын, дастарханның батасын алып, бірақ орнымыздан көтерілеміз, ардақты ағайын. Ал енді оған дейін ішіңіздер, жеңіздер. Мен енді ортаға, мінекей, Отарбай еліне, міне, келін келіп жатыр, Аллаға шүкір. Мінекей, көбейіп жатыр. Қоныстары кеңейіп жатыр, мінекей, біздің Адайбек әкеміздің. Ал енді олай болса, келін құтты болсын деп, мінекей, жанына қос жеңгесіменен ортаға бүгінгі жаңа түскен келінімізді шақырайық. Сүйінші! Мына жерге. Рахмет. Жолды жауып қояйықшы. Сосын келінің артынан кіріп жүрмеңіздер тағы да. Ал олай болса, шашуды шашай, апалар қайда? Топты жарым. Ұялмандар келіңдер, көтудеміз жар. Бүгінгі күн тамаша, кел жырлайым жар. Үлкенімен ауылдың жасымында жар. Жас келінді көруге асығуда жар. Үлкенімен ауылдың жасымында жар. Жас келінді көруге асығуда жар.
балаларың екі жас құтты болсын жар ата-ананың борышын ақтаңыздар жар махаббатты мәңгілік сақтаңыздар жар үлкені мен ауылың жасыңда жар жас еліңді көруге Рахмет, ой. Сен бала ақшаға мешайт етесің былай тұрып. Иә. Есімің кім? Әулет. Ұрың кім? Отарбай. Ой! Молодец, нағашыларың? Нағашыларым. Точно қиқалтан ғана ойланып қалды ғой. Мана таяқ ұстаған адам бір аптадан кейін үйлену керек бала. Үйленетін болсаң ұстайсың, үйленбейтін болсаң қайтасың. Үйленеміз ба? Иә. Ой, мынау. Баяғы біздер бұндай уақытта далада алмарлап қашып жүретін ек, бауырсақ ұрлап шешеміздің етегінде қазір міне ұялмайды. Міне жастар. Аллаға шүкір. Ал, келген келіндеріңіз құтты болсын. Отарбайлар, келін құтты болсын. Мінекей, Маржанын Аллаға шүкірі өздеріңіз байқадыңыздар ғой, жаңа қандай көңіл күйде тұрғанын міне. Құтты болсын, Маржанға да. Баршаларыңызға келін құтты болсын, мінекей. Өздеріңіздің үміттеріңізді ақтайтын, дәстүрлеріңізді сақтайтын. Мінекей, дәл өздеріңіздей ағайын, туған, туыс, жан-жақтан келген уақытта шаңырағына сіздер үшін жақсылап тұрып сүретін, сақтайтын, өзінің Маржандай енесін бір мақтайтын бір келін болсын деп, бұл қол соқ қойсақ болады, а? Неге бірдей киініп алғансыздар, осындай киімді қайдан тауып аласыздар осы? Мынау жасылдағы кісілер келіндер ау дейме? Сосын сіздер бауырлар. Молодец. Күшті, бауырлар! Ой, молодец. Қазір соңыра ақша салғанда да өйстіп барыңыздар құрсын. Ақшаға шақырған кезде, көрімдік салуға шақырған кезде, бір түрлі андай маған қалтама салып атқандай бір бизнестер енді келеді. Сол үшін бір настроениемен келіп салып кетейік, ардақты ағайын. Атырабым, көріңдер тілімнен бал татығанын. Ассалаумағалейкум, ақсақалды аталарым кемпірлерінен алатын ақыларын. Аман ба ақжаулықты аналарым тілекпен ораған топырағын. Аманбау аға жезде, апа жезде осында бар екендеріңізді бақыладым. Ал мынау Отарбай елінің табағын көрімдікке толтырсаңдар, мынау бүгін келіп тұрған келінге сәлем салдыру жағын қатырамын. Мұсылман болған халықпыз, мұсылман болған халықпыз, әлім сақтан жаралып, қазақ дейтін еледік бойында болған даналық. Келінге өсет айтпасам, ой салып жұртқа қайтпасам, бабаларымның дәстүрі қалғандай болар жоғалып. Айналайын келін жан, кеш жатып ерте тұрғайсың, отырып алма таранып,
күйеуіңді тергеме, қалмасын үйдей қамалып, ұяда нені көргенде ұшқандау сонау өлерсің, көрсетіп жүрме шалалық. Осылай өсет айттым ғой, осылай өсет айттым ғой, ақылым болсын сағынып барсаң түркінге, сағынып барсаң түркінге, асығып қайтқының келінжан, онша мұншау жағдайды жасырып қайтқының келінжан, басыңнан бағың таяды, ей десең елге келінжан, сызылдып құя бергейсің, шай келселерге шайыңды, телефонға үңіліп сөйлесіп алмау келінжан, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram тағыда неменет әжелер? Аталар TikTok деп атыр. Әжелер Facebook деп атыр әйтеуір. Бәрін біледі әйтеуір. Facebook, Telegram, YouTube деген бәлелерге кіре көрме келінжан. Ойыңыз бен күлкіңіз адал болсын келінжан. Ұлтымыз бен жұртымыз аман болсын келінжан. Айша бибі домалақ, Айша бибі домалақ. Аналарымның қасеті саған қонсын келінжан авай. Ағайын келінен дау келіп тұр, келін мұндау кеніп тұр. Бұл жерге толау адамдар, қайыс жақын қайыс алыс, сол жерге көңіл бөліп тұр. Таныстырайын мен саған, үйеліп сәлем беріп тұр, атарылтып алыстан. Ай, атарылтып алыстан, Өзбекстаннан жан-жақтан келіп жатқандарға да бір сәлем. Қасиеттау шаңыраққа, босағаға бір сәлем. Ал аяқтар ауырып тұрғандарға да бір сәлем. Ал мені телефонға түсіріп алып TikTokқа салып жіберетін қарындастарыма да бір сәлем. Шапалақтауға тұрақ, ей шапалақтауға тұрақ ұрғандарға да бір сәлем деп қояйға. Ай, бәрекелді. Ай, осындайда шәрбат жатық күйгенесің. Келінжан ата енеңді сыйласаң сый көрерсің. Келінжан келіп түскен шаңырағыңа ылғида шылдыр жымөк емелесін. Ал енді мен осымен ақылымды тоқтатайын, қалғанын енді ептеп Маржан енеңнен үйренесің енді келінжан. Ал енді мен енді қолымыздан келгенше атадан балаға қалған міне ағалық, даналық өсиетімізді айтып жатырық. Ең бастысы келінжан анандай бол, мынандай бол деп айтпай-ақ қояйын. Ең бастысы Алла тағала жүрегіңізге иман берсін. Ең бастысы мінекей осындағы отырген үлкен кісілеріміздің бетіне келмей, алдынан кесібей, өтпей, алдына барғанда басыңды иіп сәлем салсаң мінекей көп жаса деп айтады бұл кісілер. Сол көп жасаны көп алатын келін болар дақтағайын. Ал енді апалар ана шапанды не қылыңыздар, улатпай, шулатпай, қазір біреулер естіпей қалады атын. Жай мен арқаларына жауып кете беріңіздер. Ал енді мен мынау өлі раз болмай тірі байымас дейді ардақтағайын мына. Мен енді осы әулеттен, осы шаңырақтан дұға дәм етіп жүрген барша әруақ айлерінен бастайын сәлемнің басын. Жаны таза көңлақтай көтеріп кеткендік теп шаңырақты. Әуелі тоқталайын өткендерге, ұрпақты сыйлап өскен әруақты. Көп болды қырбасында түнеп жатыр, мейірімді ондаған жау жүрек жатыр. Алаңдап соларымам болсыншы деп, сендердің тілегіңді тілеп жатыр әкейгегіммен.
келінжан осы әулеттен марқұм боп өткен барша әруақ иелеріне бір сәлем ете көрім. Құрмет атаңай, атадан келін асама, құрмет қылсаң атаңа, молығарсың батағый. Айналайын келін жаны, ата әжелерге бер сәлем. Ал әулеттің үлкендері, аталарымыз, әжелеріміз Айтпан, Мария, ата әжелері Дәметкен, Күн Сұлу, Құрбанкүл, Шәкір, Замира, Дүкенбай, Ақмарал, Ибадулла, Гүл Патша, Бұхарбай, Зәби, Кенжебай, Айзада, Жәдігер, Нәсір, Ғалия, Орынбай, атамыз Күнімхан жеңгей депті, Құдай берген Рыскүл атты. Үлкендеріміз келсін, аталар, әжелер бір сәлем! Жүрегімді берем сағынына, осанымды саған, саған жынар жаным. Апамыз Дүкенбай. Рахмет. Кембаяғы маладес. На кейінгілерге сіздің жодыңызды берсін. Күйеу малдес бұл қалтасын тігіп кепті. Адамдар көп ақша салады, со кейінгі уақытта қалтамды тігіп жүрмін. Кейінгі уақытта әйтеуір ала бергенде жақсау, бірақ ала бергенде келмейді. Ал енді Кембай ағамызға бір қошемет ұрып қойыңыз өзі. Әр бейташарда мен қалтама ақша салады әйтеуір. Осы кісіні білмеймін, ішім жылып тартып тұрады тойға барсам. Арасында бір кеу деп қояды, оған көңілім көтеріліп қалады. Ал, рахмет, Алла разы болсын, келін құтты болсын. Өз атасын айтайын, Адайбектей әкемнің жомарттығын байқайын, жомарттығын бір байқап, тойдан қуанып қайтайын. Осылай шырқап кетем мен, қадіріңізге жетем мен, Құдай берген өнерді жұрттан жасырып нетем мен. Таяқ ұстап келгенге кісінетіп тай берген, табақ ұстап келгенге білкелдетіп май берген. Бақытты болсын балам деп, ал дәл осылай қылып той берген. Саулық дейтін ботама, қос сәлем ендау, қос сәлем. Адайбек дейін ба, Айбек дейін ба? Айбек дейін атаң авай. Ал Айбек атаңызға бір сәлемі де көріп. Келініңді ақын тұстап кетіңіз, менікі емес. Келінгі де салыңыздай. Бәрекелде, маладес. Ал Айбек, келін құтты болсын. Енді көп жаса деп үйреніңіз бұдан бұлай. Енді анау-мұнау үйде кісімен енді баяғыдай емес, енді кішкене байқап жүресіздер. Сәл жерден шыж-бұж болмайсыздар. Маржан отағасы деп қоясыз. Жұмыстан шаршап келгеніңізде шаршамай келдіңіз ба дейсіз. Ішсеңіз ішпесең ғой, анау шайтыр ғой деп айтпайсыз бұрынғыдай. Сөйтіп келінге тәрбие бересіздер Құдай қаласа. Сол кезде енді Айбек ойлам қалады шығар, мен ау кімнің қатын деп. Ең бастысы мінекей, дәл осылай ең бастысы мінекей, бақыт бағдар беріп отыратын міне ата-анаға айналыңыздар. Ал келесі, міне тұрық
қайын енесі кімді жаман десең де енең тау жаман демеші ашуланса егер де үйдің өткір шегесі осы әулетті ұстаған қабырғаның шегесі ал енді анаңыздың аты Маржан сенің анаң ғой ол да сенің панаң ғой шай құй десе келінжан 120 бара ғой ал айтқан тілдау ала ғой мәңгі бақи келінжан Маржандай енеңізге сәлем сала қоябай ал Маржандай енеңізде бір сәлем іздеп жаным сағынам көздерің нұрдан тараған рахмет көбірек алып қоймайсыз ба енді үйде кім ақша ұстайтын белгілі болып қойды Маржан молодец мен бар ғой кембай ағама мәз болып тұрмын кәдімгідей бар ғой бағана басында не қылып тұрғам мәз болып тұрмын сол кісінің жолын беріп әйтеуір біраз адам келіп жатыр менің қасыма ал енді өзінің ата анасы Аллаға шүкір міне Айбек, Маржан, мінекей және де Алмат, Махаббат, Бақыт, Айнұр, Түймегүл атты осы ата-аналарына бір сәлем ете көр. Бар ма? Бар ма? Ең бақытты сәттерім тойлады достар жаттар Рахмет. Барша 71-лер бір сәлем. Ата-аналар. Жүрек сен деп соққанай ақ көйлек фата барата біздің бақытты сурет Рахмет. 71-лер келмеген бе не сонда? Тойға келе ма? Видеоны көрсетесіздер ертең. Жігіттің жақсы болмағы қай жағынан? Негізі мамасынан болып кеткен қазір. Мамасынан болады. Мамасы жақсы болса егер гүліміз қайтып солады-ау. Екі ауылдың арасын жақында қылған нағашы, ағайынның арасын татуда қылған нағашы. Міне де тұр ғой түзіліп нағашылар қауқарашы. Айналайын келінжан, төп нағашы өз нағашыларына ай бер сәлем абай. Ал мен енді төп нағашысынан бастайын. Әлмәнбет және де Жаңыл Қожан және де Ләйла, Ыбырай, Айсұлу, Ерназар, қалай дейді? Гала ма? Гала атты мінекей төп нағашылар бар ма? Бой көтерейік кәне. Ай! Рахмет. Айбек, Маржан нағашылар ма? Қалай енді? Бауши нағашылар. Ұлжан, Жұпар. Айбек пен Маржан нағашылары. Ұлжан, Жұпар, Алишер, Аягөз, және де Жолдас, Күлжанар, Ағзия, Қалдыбек, Балзия, Қуандық, Жарқын, Жайнар, және де Қойсын, Жомарт, Гүлмира, Қалбибінің плюсін қайықтан тауып аламыз енді. Нұрбибі плюс Нұрәлі, Асқар, Әсем, Кенжалы, Мінуар, Шоқан, Алимаш, Ерғали, Әлия атты. Ал, нағашылар келіңіздер. Туған бауырысың нағашы, жиендердің сүйенетін талысың сен нағашы. Сендер барда жүректерге бүктенбейді нағашы, сендер келіп жиендердің қуануын қарашы. Жан жүректен бақыт тілеп, ақ тілекті арнадың, жиендердің қуанышын жақсы биге жалғадың, жиендердің қуанышын жақсы биге жалғадың. Жиендерді қолдаудан еш нағашылар. Тамаша. Ең бастысы мінекей бақытты болыңыздар. Зілиқа апамыз, Нұрболдың нағашылары. Нұрболдың нағашылары бар ма? Маржанның ұрығы кім еді? Нұрбол мен Маржанның нағашылары, Маржанның төркіндері бар ма?
Біразын шақырып тұратылы. Зілиха апа дейді. О, Райш. Қалай еді? Райша. Райса ма, Райша ма? Райса. Айтуар Алтынгүл, Тыным, Тынышкүл. Және де Қоңырбек, Зікура, Адихан, Жұмагүл, Тұрар, Тұрсынхан, Қазбек, Ғази, Қалдыгүл Айна, Тұрсын апамыз, және де не жерге ұл... Не деп қойған? Наушама, Күмісі, Ақ Күміс, Ұлықбек, Чадыра, Арыстан, Разия, Бақытжан, Гаухар, Еубели, Қасқырбай, Ұлбосын, Серік, Мәншік, Лариса, Аман, Алтынай. Сер болатты, ал келіңіздер. Жаным күлайда, кешегідей күн лайда, өсті бән салсам көңіліңе ұнайма. Жаным күлайда, кешегідей күн лайда, өсті бән салсам көңіліңе ұнайма. Билем керек мұндайда, биле жаным күлайда. Рахмет. Ой, апаларым да келе жатыр. Бүгін нешесі құдайым, пенсияның уақыты да ой, пенсия алыпсыздар. Ал, 5.000-дықтарды аллақтырып келе жатыр, жібер. Мақсатқа біздер қашан жетеміз. Ойна, бейбейле, мұңайма, еш қашан. Ақ білекте ұрлаймын, сүйектім саған. Ойна, бейбейле, мұңайма, еш қашан. Ақ білекте арнаймын, сүйектім саған. Бот, таяқ қалды жайында апамның. Жаным, аман болыңыздар апаларым. Өздері үлкейген сайын бала сияқты болып қалады кәдімгідей. Мінекей. Ал енді тамаша. Ендігі құрмет апасы, бұл күзінің берер бағасы. Тек жақсылық көздегені апа жезделерге бер сәлем. Ал әулеттің апалары, яғни Нұрболдың апалары жасыл көйлек киіп алған бет, қайсысы еді бағана апалары? Қандай свет еді мына свет? Фиолетовый свет. Ауылда светті үйретпей кеткен ғой апайлар сіздерге. Барлығын үйретіп мінекей. Фиолетовый киген апалар. Рыскүл, Мұрзамұрат дейді. Бар ма апалар? Ой, Гүлнар, Қалбай, Гүлжан, Қазихан. Бірден шығыңыздар сіздер билеп анда. Гүлжан, Қазихан, Бибіжан. Және де Жаулыбай ма? Жаулыбай, Баян, Манат, Наскен, Қалай еді? Кенжебай, Лиза, Жанбосын, білмеймін, бір врач па біреу жасаған өтеймін мына жерде бар ғой. Айымхан, Юбилей, Гүлзамира, Ғалым, Марал, Қолдас, және де Тамара, Талғат, Саида, және де Саяуш, Шолпан, Асыл, Ару, Дина, Шыбай менен ал, Күлжайна, Нұрбол. Ой, апам, Өзбекстаннан келген апам, маладес. Суында болады біздерге. Шолпан, Асыл, Ару, Дина, қайқа келген томтып қалдым ау, Гүлжайна, Нұрбол, Гүлістан, Сералы, және де Балкүл, және де Света, Гала, Зоя, Азат, Әлия плюс, Лиза плюс, білмеймен жезелерін. Жібер, апалар! Кестелер! Жастықтың оты алаулап, көңілін алмашы
болды. Ой, тфай. Отарбайдың қыздары, тіл көзіміз тасқа. Құдайға шүкір. Міне қалың орман Қытай қорған мінеки. Біреу жарымдарыңыз ақшам кеткен жоқсыздар ма салайтын? Бәрің салыңыздар енді. Төркінге берген жақсы ғой, ала бергеннен. Ендігі құрмет қайнаға тәуір пайнаға, қайнағаның көзінше туды құстай таранып, қарай көрмеу айналайын келінжан, қайнаға абзындар қай берсетем. Дәл осылай ақша салып жарысыңдар деп қояқ. Майрамбек, Гүлжан, Рүстем, Қарашаш, және де Дастан, Фарида, Дидар, Нәфиса, Дулат, Әсем, Артур, Ақерке, Алматтың плюсы қаяқта білмеймін енді. Тоймұрат, Сандуғаш, Орынбасар, Фариза, Жанастың плюсы қайда айтып отырыңыздар. Аяп берген Ұлпан, Сүндет, Гүлнұр атты. Ой, келіңіздер, қайнаға абысындар. Ал! Ал, жасыл көйлектер! Осындай киімді қаяқтың тобыластыр осы жарыс. Молодец, бір магазиннің саудасын өткізесіздер де бір тойда. Мінекей. Ал енді. Отырсыздар сіздерді шиыр шығатым шыдамай, жаңа келді ай кезегің, құда менен құдай, сол айтылған құда мен құдағайлар қадай берселем. Ал әулеттің құдалары құдағилары. Ой, бұ, пәй, құдағай. Құдіретай, солай ма? Құдіретай апамыз, кәнеки құдағай. Жалғас, күн сұлу, Өзипа апа, Зәуре құдағайымыз, Бекзат ата, және де Қалдыгүл апамыз, Азат, Мария, Рақыш, Нұргүл, уже құдағай емес, уже апаға, атаға айналып кеткен, туыс болып кеткен. Қалсара, Қаппар, Гүлжамал, Әкімбек, Гауһар, Қазыбек, Жаңаш, Абылай, Парахат, Базар, Абай, Венера, Жанас, Күләйім, Қараман, Роза құдағи, Әбен, Звира, Қаржау, Гүлнара, Амандық, Күләш, Мұрат, Жанар, Ләйлік, Айымхан, Күнімхан, Бекберген, Серік, Мағи, Есбол, Үрзия, Жадыра, Жұлдыз, Ерполат, Ләзат, Нұртас, Әлмира, Әлімхан құдағи, Әлімхан, және де Мағи, және де Элмира, Құдаша, Нұртас дейді, Шегебай, Айсұлу, құдағилар барша, құда менен, құдағайлар. Бәр айтылды ма? Әбен, Звира, Қалсара, Қаппар барлық айтылды. Ал келіңіздер, құдағилар! Қалаған ел жұрттың ағыласын көріңіз, бақыт тілеп жастарға ақ батаны беріңіз. Көз соғысып кәден жасаңыздар құдалар, құйрық бауыр кәніге асаңыздар құдалар. Тойластарым бұл тойдың айтыңыздар құдалар, шапан жүйіп ат мініп қайтыңыздар құдалар. шырқап тамаша тойыңызда жырқылдық. Рахмет, ай тамаша, молодец. Құдалар, құдағилар, құдашалар баршасына бір сәлем. Ал енді әрі қарап міне, біздің әулеттің жиендері, бөлелері, осы кісілердің барлығы бар ма, жоқ па мен енді? Рая апа, Жалғас, Күлбазар, Рауия, және де Қожамқұл, Мирхан, Разия, Райша, Марат, екі мәрте айтылып жатыр бұл кісілердің аттары. Және де Рамит, Азиза, Сабыр, Марита, Гүлзат, және де Талғат, Мәдина, Айбек, Малика,
Жаңай, Ғалия, Майра, Сапабек, Венера, Шалқар, және де Гүлшат, Ерғазы, Бағила, және де Ерлан, Гүлжайна, Ислам, Айгерім, Ыбырай, Рая, Нұрсұлтан, Аян, Нұржайна, Әсемай, Нұрбек, Айжан, Айдана, Арай, Кәусар, мұнаттың барлығын қақтында оғастар, Берікбол, Ерасыл, Нұрмұхамбет, Бауыржан, тағы да басқалар, Микош деп жазып қойыпты. Бөлелер келсін, бөлелер! Құралай, қосылар едім өзіңе гүлім, ешкімнен ағым сұрамай, жаныма төккен нұрарай, таңдауым сенсің құралай, қосылар едім өзіңе гүлім, ешкімнен ағым сұрамай. Рахмет. Болды. Мынау біреудің баласы белі қайысып, кислород жетпей атқан шығар анау шарқаттың астынан. Біздер мәз болып билеп жүріп, сөйтіп тұрып, келінді шалқасынан түсірмейік. Кейбір тойларда болады, енді күн ыстыларда келіндерді, бір-екі келіндерді құлатып кеткен нем бар. Сондай болмасын келін, енді сіз енді мен бір сәлем деген кезде сәлем салып тұр. Сосын жандағы екі абысыны келіннің құлағынан сыбырлап қал жағдайын біліп тұрыңдар қарап тұрғанша. Ал жиендер Әлтай, Әмір, Роза, Шарафат, Үрзия, қалай? Раулия ма? Рауия ма? Келіңіздерші біреуіңіз. Ұлман, Рита, мынау кісі кім? Кім? Рауия. Рита, Талғаттың келіншегін қаяқтан табамыз. Талғаттың келіншегі, в общем, Алматтың келіншегі Үкілмай, Ербол, Азиза, Ерлан, Рақымжан, Бақыт, Асқар, Мөлдір, Дәулет, Айша, Мұқан, Рита, Медет, Жанат, Меруерт, Нұржан, Балауса, Нұржас, Шаңыл, Бейнұр, Альбина, Айболат, Абзал, Айгүміз, Ақерке, Анел, Мансур атты. Тоқтай тұр. Мына бетінде де бар екен, ойбо. Әли, Мәди, Жанерке, Нұрсұлтан, Аружан, Шыңғыз, Ерхан, Мири, Аружан, Дамира, Дінмұхаммед, Әлихан, Бейбарыс, Миржан, Сая келсін! Айбай, жиендер 10 мыңдан әкебәді. Асыл қызым, шекер қызым, биледі сұлу, най. Нари, биле сұлу қарындасым, асыл қызым, шекер қызым, биледі сұлу, най. Рахмет. Маладес, жиендер, маладес. Бәңкіден әрі ойнаңыздар. Бәңкіге жақындай бермеңдер, жиендер. Кеше күні кеше өйстіп жиендерін мақтап, әйтеуір жан-жағынан 10 мыңнан тастады өйстіп жиендер жаңа қолдарын көтеріп, ана жерде бір ұзын жігіт, ана ашкедегі 10 мың әкеп жүр. Өзбекстаннан келіп жатыр, мінеки 10 мың теңге бөлелерінің атынан. Өйстіп жиендер 10 мыңнан тастады деп мақтап атсақ, артынан бәңкін алып қашып кетті. Айбек, абайла, настырыне түспесін бе тажардан соң. Құрмет қайны сізге сай көзі, Түрежан деп жұмзаса, сол болар ең жайлысы, айналайын келін жан. Қайын сіңілдерге бер сәлем. Ал қайныларың, қайын сіңілдерің, ой, ақ ниет бастаған бар ма? Мақсат Эльвира бар ма? Ой, келе қой, ой. Мәз жеңшелі болған, жасаған берген. Динара, Айдана бар ма? Ой. Музыка жүрмесін шеңді. Ой. Рахмет. Абзал, Дәулет, Ділназ, Медина,
Асуан, Думан, Әли, Камила, Инкар, Шұғыла, және де нәзік Сара, Ибрахим, Көбейсін, Әлина, Рамина, Сафия, Аяла. Ой, тілім бір алып қалазады ғой. Ал келіңіздер, қайынлар, қайынсыңыздар. Рахмет. Ей, тамаша. Ал енді келін ішің пысқан кезде осы қайын сіңілдеріңмен ғана қалжыңдасуға қақың бар енді. Қалғанның алдынан көзіне тік қарауға еш қақың жоқ. Ей, неге шулабасыздар, ей? Аталастан ауылда сағайының атозғанша ауылдастың тай осын дейді мінеки. Ауылдастар, бар ма? Ертай Гүлсара, Ләзат, не дейді? Жолдасы ма? Және де Владимир, Гүлнұр, Ерғали, Альбина. Не деп жазған жерге? Ләзаттың жолдасы. Бүгін қызық нелерге кездесіп жатыр. Келіңіздер, достар, көршілер. Менді жаңылайын дедім. Кімер? Қуандық Айгөл. Көршілер. Қуандық Айгөл. Жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттең сүйген жүректен обалай. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің дейін жараса. Кел қарындас. Сіздер көршілер ме? Молодец. Сумка қалтада жеңгейдің. Ағам келіп мына жерге кеп алғаныңызды айтамын, қате бір жасырып алмайсыз бар жақтан ақшаны. Молодец, көршілер. Мінекей, ауылдасың тай озғанша, ағайының ат озғанша ауылдасың тай озсын дейді мінекей. Папа мамасының достары дейді. Бағаны басында селен салғыздық қоя. О кісілердім айтқым кеп тұрған жоқ ұшым. Қалатта тұрған жоқтым жоқ о кісілердің. Айбектің және де Маржанның бірге жұмыс жасап, бірге табыс табатын коллегиялар бар ма? Жалпы коллектив. Бар ма коллектив? Бір. Ал, Нұрболдың достары ше бар ма? Бар ма? Тойға келейін деп тұр ғана, тегін жерге. Жолдасыңның талмайтын таланты болы келіншек, жолдасыңның самғайын қанаты болы келіншек, асыл жар бол ақылдай, абыройлай келіншек, жақсана бол айтулай, ақыл ойлай келінжан. Ал келінжан, егер осы тойда ата аталмай, менің атым шықпай қалды, бірақ шапанды неге жапты дегендегі отырған кісілер болса, ең бастысы келген, өздеріңіздің осы тойға келгендеріңізді есепке алыңыздар. Сол үшін менің атым шықпады деп ренжімеңіздер. Аты шықпаған кісілер болатын болса, солардың баршасына бір сәлем. Бола ма? Құдадан Серік, Сейілхан, Сайлау атты екі құда қалып қойыпты деп жатыр. Келіңіздер. Ашардай бүгінгі шамам жеткенше шырқадым, ең соңғы бір тілегім қабілет шай құдайым, осы тойдау ағайыны көңілдерің нұр қатсын, жүректерің жыр қатсын. 9 айдан соң бұл келін батыр болатындай, ей батыр болатындай, Маржан ұл тапсын. Алла қаласа 6 ұл тапсын. 60-ларға жүгартқан дәулет етсін. Алла қаласа 6 қыз тапсын. 6 ауылда аузына қаратқан әзиз аналардан болсын. Қонақ қонам десе қонсын десін, қой семізін тойсын десін. Осы қос құлындарыңызға, осы Қазыбек би атамыздың
бабамыздың десек те болады мереке абырой нәсіп етсін деп қояйық, а? Шәй қолыңды жас келін, көптен батай алайық, осы менен риза бол, отырғандыңда қалай. Эй, тамаша. Ай, жаным шығып кетеді ғой. Ал. Ей, жігіт, шаршамадың ба? Ей, молодец. Қашан үйленем дедің? 10 жылдан. Ей, бір апта дедің ғой мағыр жаңай. Егер бір аптадан кейін үйленетін болсаң, мына жерден ақша алып берем. Үйленем. Мен де үйленгім кеп тұр. Ақша беретін адам болса. Ал, қазір тоқтай тұр. Ал. Үйленетін бала маған бер анан. Четінен ал бірдеңе. Бір ақша ал бірақ. Алса 2000 дей. Ал 2000-ді. Бер. Екі аяғың тең болсын. Ей, бала. Ұстап тұр. Ақың бар, бағанадан бері ұстап тұрсын. Ертең жеңшең күледі, ертең баяғымда кішкентай балдарда үйленіпті деп. Құдай қаласа. Кел, Маржан. Маржанға бір қошемет ұрып қоймаймыз ба? Ене болып жатыр бүгін. Құрсын, мұнан айтам деп аузын көпіріп кетті Маржан. Маржан енді өзің жалғастыр. Келініңіздің орамалын шешіңіз. Сосын анаған ұқса, мұнаған ұқса демейім. Өзіңізге ұқсасын. Өз обалыңыз өзіңізге. Жібер. Отарбайғаларға не көрсетсең, соны көрсетсін дейм ба? Маңдайыңды бере қой келін жан. Маңдайың ашылсын келін. Көз ашылсын көзінен сүй. Көз ашылсын. Көз ашылсын көзінен сүй. Кірпік-пірпіге кетіп қалмасын. Қазір бәрі жасанды ғой. Аузына түкір жіберіңіз, өзіңізге ұқсасын. Аузы жап деп жүр мына кісі. Рахмет. Кім қайда? Нұрбол қайда? Үйленіп тұрған бала қайда? Нұрбол қайда? Молодец. Нұрбол нешеге келдің? 26-ға келді. Молодец. Сен вообще жас үйленіп атсың. Молодец. Нұрбол бара ғой, келіннің қасына бара ғой. Молодец. Ал, жарасып тұрған жоқ па? Қараңыздар, енді бір қошемет ұрып қояйық. Сөнбесін сезімі жастардың жалындаған, баршаңызды қолдасын Раббым Аллам. Қиындықта сабырлы болған жақсы, Аллаға да ұнайды ғой сабырлы адам. Тізебегі әрқашан әриманға, тілдеріңіз келіп жүрсін калимаға, қосылған қос ғашықтың шаңырағы айналсын, Мекке менен Мәдинаға деп әмин деп қояйық. Ал, Нұрбол. Ай, бұл ауырлап кетті. Бәр адамның көзі осында. Қазір ақсақал бата бермей жатыр, беріп жіберіп жатырмын. Кейде осыған қарап та жаңылып жатады үлкендер. Нұрбол, Алла қаласа осы келінді бақытты қылам, қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, бақытты қылам деп уәде қыласың ба? Молодец. Әне азамат. Құдай қаласа тапқан табысыңның барлығын, айлығымның барлығын, Каспий Голд, Халық банк барлық ақша, бүгінгі ақша барлығын келінге берем деп уәде етесің ба? Кімге? Әкеме? Қайда әкесі? Әкең келіншегіне берсін. Берейін ба? Бәріміз бересіз ғой. Бәңіз. Аржан! Ал. Ешкім алмай қалса етті, мен алып кетсем етті. Рахмет. Молодец. Ешкім алмай қалмайды емес та енді. Мынау осы банкі келетін дегенге дейін банкыны ұмытып кетеді көбісі. Ал қайтарда ұмытпайды.
Ешкім. Ал, мен енді осы құлындарыңыз қатар тұрған кезде үлкендерімізді шақырайық. Айбек аға, кім? Ал. Ақсақалдар, келіңіздер. Елдің сәні келеді еңбек еткен ерімен, жердің сәні келеді өзенімен, көлімен, аруана сәнді болмай ма, ізіне ерткен ботамен, ақсақал сәнді болмай ма, қол жайып берген батамен дейді. Ал, батаңыз қабыл болсын. Келіңіздер, ақсақалдар. Әй, бәрекелде. Дүниеге келер бір рет, дария кеуде тәумісін, құрыштан құйған құдырет қарттарымыз аман сау жүрсін. Дәл осылай тойда бата беріп жүре беріңіздер. Ал. Бисмиллахиррахманиррахим. Я Құдайым, ұл берсең білікті болып бер, қыз берсең көрікті болып бер, келін берсең келісті қылып бер, ат берсең желісті қылып бер. Я Құдайым, оңдасын, Қыдыр ата қолдасын, бас аман мал түгел береке бірлік орыласын. Дастарханың бай болсын, пейілің соған сай болсын. Үй ішінде үйің болсын, үйіңде күнде жиын болсын. Биік болып мәртебең топ ішінде сыйың болсын. Ауыз бірлік мықты болып, жаман жолдан тыйым болсын. Она көтер жайың болсын. Осының бәрін көтерер, мықты дәулет күйің болсын. Балдарымыз бақытты болсын, тойларым той қолдаса берсін. Аллахым тілектеріміз қабыл етсін. Жоқ, мынау туысымыз, мына екеу нағашымыз. Кім нағаш жер болды? Жасотау құтты болсын. Бір-бірімен бірлік береке берсін. Босағасы берек, керегесі кең, шаңырағы биік болсын. Бір-біріне серік болсын. Малды болсын, жанды болсын, ұлды болсын. Малды, жанды болсын. Қатарының алды болсын. Тату болсын, тәтті болсын. Bir-birine serk bolsun. Kervan sarayı atlı bolsun. Мың өмірге бірге басқан қадамдары құтты болсын. Той қаласа берсін, немерелі, шөберелі, шөпшегін көре берсін. 75 жас 100 деген. 70 жас 100 деген. Келер күдер үзбеген. Жетейік біз осы жердегі отырған кісілер 100-ге 100 жасқа да сіздермен бірге жетейік. Аумин. Рахмет Ақсақал. Кемпір қайда? Осында ма? Үйде ма? Кемпірді ертіп келмейсіз ба? Осы кезде айтып отыратын еді кемпір. Өткенде бір жерде бір Ақсақал бата беріп жатыр, кемпір жалғап отыр жанында. Сөйтіп екеулі бата беріп кететін едіңіздер деймін ба? Ал, бата қабыл, мұрат асыл болсын кәнекей. Кеттік. Менде сонша елдің сурет келді ғой. Айналайында. Иә. Бізден бір ағашымыз қалып қойып деп дауыстар болсын. Айналайын, Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын. Оттың басына беретін берсін, әуеледен қолдасын. Мынау үй болып жатқан 2 жас. Әрдайым от... Әуеледен қолдасын, 2 жасымыз бақытты болсын, оттың басында әрдайым елдің алдында абыройлы ата-анасы сияқты үлкен қожалықтың егесі болсын, малды болсын, жанды болсын, қатарының алды болсын. Алхамдулillah, берекесін көрсін. Бастарыңыз жақсы болсын.
Ya Құдай оңдасын, еш жамандық болмасын. Әлхамдулилlah, Аллахның берекетін берсін. Осы үйден 2 жас бақытты болсын, дендері сау болсын, еліміз тыныш болсын. Әрқашан осындай тойға жете берейік. Осы үйден жылаған дауыс шықсын, Құдай болса, жас сәбидің дауысы ойда. Құраяққа бата жүрмейді деді, мына кісілердің шапандары тарқатылған. Енді құрғағынан берейін деп тұрмыз. Беріп шығайық, мен де беріп шығайшы. Тоқтаңыз. Баталарыңыз. Рахмет. Алла разы болсын. Берген баталарыңыз қабыл, мұраттарыңыз асыл. Бәрекелде. Тойдың басын бастап жүре беріңіздер, ақсақалдар. Ал. Келінді жайлап шығарып саламыз ба, Нұрбол? Жанда екісі алып жеңгеңе бер ғой. Рахмет. Суретке түсіресің ба? Ай, ар жаққа апарып, Нұрбол. Осылай ел қазір бір қошемет ұрып жіберсе, сіздерді шығарып салайық. Рахмет, музыка жігіттер. Ай, бәрекелді. Алла разы болсын. Үйлендім мен, ойда емеспін, қалды елескін, артта бәрі. Үйлендім мен, ғажап өмірім, тасып көңілім, шаттанады. Рахмет, сізге берейін енді. Енесімін ғой таныс ойнағым кеп баратыр сонда да. Құрметті қалайық, тойды көрдіңіздер, жастар бақытты болсын. Маржан мен Баянның мына қайным мен Маржанның кішкентай атағандары бар еді, ағаларына, аталарына, апаларына, жеңгелеріне. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Сосын мұнды тойда деп Құдағайға, Ақжігіт апама, ойбай, қыздың біреуіне алтынымыз бар. Қазір сонда табыстаймыз. Әкеліңдер, әй! Дегендер, жүре бермеңдер, бақыттарыңды іздеп табыңдар. Үйлендім мен, ойда емеспін, қалды елескін, артта бәрі. Үйлендім мен, ғажап өмірім, тасыр көңілім, шаттанады. Kalma armanına, alға жалпақтамай самға, қанағат қыл барға, жан жарына. Үй болу деген қиында емес, жүректе сезім. Алматтан келген ағам мен жеңшеме. Кездестік сол кеште тойда, Асуанның атасына. жүрмейді екен жүрекке айла, Құда шағыз маладая. Мәнә Майрамбек ағасына. Жаға құшақ жая, ей қарындас есімін қабай. Үрістем ағасына. Есімін Балғадиша емес Балқия, Құтбаша билейікші келбі. Дастан ағасына. Бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия, есімін Балғадиша емес Балқия, Құтбаша билейікші келбі. Беріп емдек кез. Орын басар. Кетпеңіздер, қазір осыдан кейін кішкене би болады, билеңіздер. Тәтесіне, Гүлекеңе. Балқия қыз ерінің балдай, махаббатқа жүрегім мас. Бара жатыр теңеуім қалмай, алма мойын қиылған. Өзбекстаннан келген үкілім ай тәтесіне. Сүйсе Балғадишаны, сені сүйдім Балқия.
Mogadisha емес Балқия Құлдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуына мен гарантия Балқия, Балқия Есімің Балқадиша емес Балқия Құлдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуына мен гарантия Балқия, Балқия Науша, Лариса. Жадыра, жадыра. Рәзия Құдаша. Гаухар Құдаша. Білесіңдер. Ұлбосын Құдаша. Юбилей. Гаухардың күйеуі. Бақытжан, Рәзия. Ұлықбек, Маржан інісі. Арыстан. Аман қайда? Зілейха апамның алтыны бар, шапаны бар. Зілейха апам келсін, Ақжігіт апам келсін. Қолдасбек кеу. Өзбекстаннан келген жездем. Өзбекстаннан келген. Жаулыбай күйеу. Жамбосын күйеу. Манат күйеу. Есімің Балқадиша емес Балқия Құлдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуына мен гарантия Балқия, Талғат күйеу. Қилыбай күйеу. Баян тәтесі. Лиза тәтесі. Арал тәтесі. Тамара тәтесі. Қараша жеңшесі. Гүлжан жеңшесі. Фарида жеңшесі. Нәскен тәтесі. Рахима жесі. Тағы кім бар? Кәлесіле қапам, Ақжігіт апам келіп тұрыстырма. Айтып отырмын ғой сен. Бар ғой. Үлкен тәтесі. Балқадиша емес Балқия Құлдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуына мен гарантия Балқия, Алтын сақинасы бар. Мамасының орындағы үлкен қыз Бейжанға бар. Қыздың үлкен Ақжігіт апама. Апа киіп алыңыз. Құтты болсын
Дендеріңіз сау болып, тойда жүре беріңіздер. Құтты болсын. Енді жастарға беретініміз бар қазір. Келіндер бар. Әсем келін. Көкірчен кел, бірден аштың кел. Написа келін. Написа, әсемге бере салынан. Саида Кембайдың қызы. Өзі қайда? Айша. Бақыт жиен. Мөлдір. Тағы кім бар әкеңдер? Ол өзінде тағы кім бар? Оқай маған берсең аши бар. Аружан келін. Фариза келін. Гүлжайна, Бұхардың қызы. Тағы кім бар? Азиза. Жұмыс жоқ шығар ол. Апыма бер. Азизанікі. Үймөш қой. Үймөштікі. Елбера. Көр, аумастырып ала бер ана жерде. Үлкен көп. Альбина жиен. Балауса жиен. Жаңыл қайда? Айтпатты қайда? Меру қайда? Жеңшем қыздар жан. Жанат. Жанат. Ay kumuz. Azey nağaşısı. Kağıdım var akısında. Oldu mu? Oldu mu? Ya yer oldu mu öyle koy? Ербол жиен. Тоғашы бала. Рахымжан кеу бала. Аухар келін. Hazretler şaşırtın. Al. Екі жиенге тағы не бір? Алтын жүзік. Кім? Кәнеки. Кімге не бар? Кімге? Ойы бұ. Тойда шашыл деп мінеки. Айбек ағамыз кілең қымбат шапаннан жауыпты ғой үстеріңізге. Елде жоқ. Кәне. Жиендердікі қайда? Жиендердікі қайда? Әкеліңіздер.
Жиендер өкпелеп кетпесін. Ой. Шапандар атқан жақсы болды. Күшті бәр адам мәз. Қазір апа. Жан жағымнан мына жақта айт деп атыр, мына жақта биле деп атыр. Мына екі жеңге, екі көлік. Кішкентай. Дінмұхаммед қайда жиен? Айсұлтан Дінмұхаммед нағашыларың атынан міне астарыңызға Пака коляска. Пака. Кейін жаймен иномаркаға айналады ғой. Есі кіргеннен кейін. Ал. Ой. Неге бағана 10 минутты шашып жүр десем бұл кісілер. Мынандай не мінетін білген екен ғой. О. Міне жиенге не берсең де жарасады. Ал отырғыз. Ой, бой. Ал нағашыларынан. Ой, бір ортаға айналдырайық, ал. Кеттік, ал. Жібер. Молодец. Айбек ағамыз міне. Шашылсаң тойда шашылды мінеки. Астарына міне көлік болмаса да міне коляска. Ей, осылай тұрып фотоға түсіп алыңыздар. Фотоға түсіп алыңыздар. Олар да өліп баратыр әйтеуір ақша істеп қалды. Кәне. Ал, осындай тамаша сәт неге фотоға түсіріп алмасқа? На, өздеріңіздің телефондарыңызға түсіп алыңыздар, фотограф керегіміз. Кәне. Шашында бигуди, чинури, 99 жигули, астында жағы. Апалар билегісі кеп тұр, болды ма? Жібер! Аттың басын жібер! Сұлу қыздар қайдасын сол баяғы, сендер жайлы естелік бал ғой әлі, қайт оралмас шақтар ай, жүрек тулап жатқан ай. Тәтті кездер қайдасын сол баяғы, бал сезімдер жүректе бар ғой әлі, қайталанбас сәттер ай, қайт оралмас сәттің ай. Şakısa